Биыл 26 маусымда президент Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтардың банк алдындағы берешегіне қатысты жарлыққа қол қойған. Бұл көмек 500 мыңға жуық қазақстандыққа көрсетіледі. Желде несиені жабуға қатысты қызу талқы жүрді. Арасында әзілдегендер де бар. Мұны қарап тұрсаңыздар, алдағы қазір көрсететін видеода әйел адамның қуанышы қойнына сыймай көше бойы жүгіріп жүргенін көреміздер. Мысалы қараңыздар. Бір қатар отбасы президентке алғысын жаудырып жатыр. Халықтың талқысына түскен тақырыптарды толықтырып, тілші тізбектейді. Кеш жарық, сауат ашу, матем, музыка, орыс тілі факультатив. Әлеуметтік желіде тараған ешбір тыныс белгісі жоқ осы бір толымсыз сөйлем бір апта ішінде бірімізді күлкіге қарық қылса, енді біріміздің ашуымызды келтірді. Шарқ дегенге бірдеме дәптер арнаймы? Себебі кейбірі ата-аналарды сауатсыз деп сынады, тіпті қойылым дегендер де табылды. Ата-аналарды мына заманда сауатсыз деп айта алмаймын. Еркеннен біреудің шығарғанында. Бұл жерде сауатсыздық та бар, ми ашып отырғандар да бар, бірақ сауатсыздық жайлап кетті ғой өкінішке орай. Келешекте балалардан не күтуге болады, егер үйде ата-ананың жағдайы, мектепте мұғалімнің жағдайы мынадай болса. Қолында табақтай смартфон болса болды емес пе? Кітап оқу, газет, журнал қарау не керек? Жалпы қара халықтың арасында бұндай жағдай енді пайда болған жоқ қой. Бұрын тек ондай нәрселерді су бетінен шығарып отыратын ғаламтор болмады. Мектепте пол жуу ескіден қалған. Жоқ, мектептің полын жусақта ешкімнен кем қалған жоқпыз. Бұл балаларға пайдалы. Әлеуметтік желі қолданушылар пікірі осылай тағы екіге жарылды. Бұған себеп балаларды еңбекке баулу мақсатында еліміздегі кейбір оқу орындарының мектеп еденін жуу туралы жүйені ұсынуы. Мұның өзі Жапониядан келген әдіс екен. Алайда бұған балалардан гөрі үлкендер дайын емес сияқты. Бала кезімізде мектепте кезекші болып пол да жудық, сыныпқа от та жақтық, одан кем болған жоқпыз. Бұзылып бара жатқан құқығымыз да жоқ. Баланың сыныптың еденін жууына қарсымын. Еңбек сабағында басқа нәрсеге баулу керек. Мысалға, қыздарды кестеге, ұлдарды ұсталыққа деген сияқты. Еден жуатын адамдар штатта бар, сол үшін ақша алады. Пол жумай-ақ балаларға әріпті жазуды үйретсін. Жетсерміз пол жуып, Жапония қайда, біз қайда. Техничканың айлығын шашып жіберсе, келсеміз ғой. Халықтың ашуын тудырған келесі мәселе мәжіліс депутаты Владимир Башконың Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің отырысынан кейін айтқан мына бір сөзі болды. Биліктің не істеп жатқанын көріп түсіну керек. Соңғы 3 жыл ішінде халыққа көрсетілген әлеуметтік қолдау 17 есеге артып отыр. Тек сол үшін де мемлекетке тізерлеп отырып алғыс айту керек. Депутаттың бұл сөзіне халықтың реакциясы мынандай. Жау алдында өліп кетсе де тізе бүкпейтін халықта пособия үшін тізелетем деген депутат Башко мәжілісте отырмау керек. Халықтың арқасында осындай лауазымға келді. Сөйте тұра халық оған тізерлеу керек пе? Социальная поддержка увеличилась деп қайырымдылық қорларында қосып айтқан шығар. Жағдай тек депутаттарда, қарапайым халықтың жағдайын бұлар білмейтін де шығар. Талқыға түсіп жатқан тақырыптардың бір парасы осы, әр мәселенің түйіні шешілсін дейік.